Атыраудағы перинаталдық орталық дәрігерлері Италиядан келген профессордың оқу курсына қатысып жатыр. Мамандардың біліктілігін арттыруға арналған 5 күндік бағдарламаны Аяла қайырымдылық қоры ұйымдастырды. Осы арқылы ультрадыбыстық диагностикаға жауапты қызметкерлер заманауи әдістердің теориялық және практикалық тәсілін үйреніп шығады. Италиялық профессор Тулиоги еңбек жолында жинаған бірегей тәжірибесімен бөлісу үшін елге арнайы шақыртылған. Ол халықаралық акушерлік және гинекологиядағы ультрадыбыс қоғамы комитетінің, сондай-ақ Италия гинекологтар қауымдастығының белді мүшесі. Салаға қосқан үлесі үшін бірнеше мәрте халықаралық марапат иеленген білікті маман 5 күн бойы атыраулық әріптестерде дәріс оқып шеберлік сағатын өткізеді. 5 days of master class we will cover the antenatal sonographic diagnosis of all congenital anomalies, starting from the brain and moving to the heart and all the other districts of fetal anatomy. Дәрігерлердің біліктілігін арттыру курсы Аяла академиясы бағдарламасы аясында қолға алынды. Жоба шеңберінде облыстық перинаталдық орталықтан, Атырау қалалық перзентханасынан және қалалық емханалардан жиналған 24 ультрадыбыстық диагностика маманы тың ақпаратпен танысуға мүмкіндік алды. Главная ценность этого проекта состоит в том, что передовые практики, передовые технологии, передовые знания от лучших врачей мира передаются здесь, локально, в Атырауской области. Врачам не нужно уезжать за пределы региона, искать финансирование для того, чтобы получить самые передовые, самые лучшие знания. И мы ожидаем, что все УЗИ-врачи, которые посетили этот мастер-класс, они на протяжении всей своей врачебной деятельности, всей своей практики будут применять их для того, чтобы как можно лучше диагностировать детей. Курстың өтуіне жергілікті денсаулық сақтау басқармасының өкілдері де атсалысты. Теңізшевройл компаниясы қайырымдылық қордың жобаларына үнемі қолдау көрсетеді. So we're very happy to be supporting this project, and we will continue to partner with Atra Oblast Akimat as well as with Ayala Foundation. Оқу бағдарламасы 19 маусымға дейін созылады. Кейін дәрігерлерге арнайы сертификаттар беріледі. Айта кетсек, Аяла қайырымдылық қоры Қазақстандағы неонатология саласына маманданған жалғыз қайырымдылық ұйымы. Қор 19 жыл ішінде еліміздегі перинаталдық орталықтар мен балалар ауруханаларының 67 реанимация бөлімін заманауи медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету үшін 3,2 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсады. Қымбат Дайырғызы, Әлия Жамитова, Әзілхан Вахитов, Атамекен бизнес, Атырау.